достар, менің есімім жиі көмекші. Бүгін сіздердің назарларыңызға балалардың танымына арналған өте қызықты әрі жаңашыл жобаны ұсынғым келіп тұр. Өздеріңіз білесіздер, Ұлы Абай атамыздың қара сөздері баға жетпес рухани қазына. Дегенмен оны кішкентай балаларға жаттау өте қиынға соғып жатады. Осыған орай осындай идеяны ұсынамын. Абайдың әрбір қара сөзін балаларға жеңіл әрі ұғынықты қызықты ету үшін заманауи караоке ән форматында ұсынайық. Бұл жобаның қандай пайдасы бар? Біріншіден, қызығушылық. Балалар экрандағы түрлі түсті жазуларға қарап, әуенмен бірге ән айтуға, караокеге қатты қызығады. Екіншіден, оңай жаттау. Ән ырғағы арқылы Абайдың күрделі ойлары бала санасына ешбір қиындықсыз өздігінен жатталып қалады. Үшіншіден, рухани тәрбие. Ән шырқау арқылы балалар ақыл мен қайратты жүрекке бағындыру керектігін ерте жастан түсініп өседі. Жүрегім надан, тыныштық бермес, ақылым сауда, ол да тең келмес. Ақылым сауда, ол да тең келмес. Қайрат қару, бірақ көзсіз ғой, билекке бұлардың қайсысы жөн ғой. Білім шамшырақ жолды көрсетер, жүректің үкім мәңгілік өтер. Үш асыл қасиет бірлік табар, жүрекке бағынсаң бақыт қонар. Жүрекке бағынсаң бақыт қонар. Ақыл теңіз, бірақ толқынды, қайрат от, бірақ жанғыш соңғы. Жүрек топырақ, бәрін көтереді, ізгілік жолында мәңгі өтеді. Таласпа жаным, тыңда бір сөзді, жүрек пен ежек. Бірлік бар жерде тірлік болады, сол кезде ғана адам болады. Білім шамшырақ жолды көрсетер, жүректің үкім мәңгілік өтер. Үш асыл қасиет бірлік табар, жүрекке бағынсаң бақыт қонар. Жүрекке бағынсаң бақыт қонар. Жүрек төреші тыныштық. Бұл қара сөзде ақыл, қайрат және жүрек үшеуінің айтысы мен оларды татуластырушы ғылым туралы тамаша ой жатыр. Біз бұл күрделі мәтінді балалардың құлағына жағымды, ырғақты әрі әдемі өлең жолдарына айналдырдық.